Ертеде ешкі жөніп өртеде бір ауылда қайғылы жағдай орын алыпты. Сол ауылдың ханының қызын алып жалғыз көзді дию ұрлап кетіпті. Оның қызын құтқаруға көптеген батырлар аттанып қайта оралмаған болатын. Сондай бір күндерде хан не істерін білмей ойланып отырыпты. Хан ием, бәрі дұрыс па? Сен ба? Қызымды ойлап ойымдап отырмын. Не болып жатыр өзі? Күнішке қарай соңғы жіберген батыр да қаза болды. Ой, не болып кетті? Ешбір батыр тірі қайтпады. Бұл жеулер жеуге бола ма өзі? Ол жағын білмеймін. Не істесек болады енді? Өз ойыңды айтшы. Осы алыстарда, тауға жақын қара орманда бір бақсы мекендейді екен. Өзі жап-жас, бірақ орасан зор күшке ие делінген. Көп бақсылар білмейтін сиқырды біледі деп естігем. Сол бақсыны жіберсек қайтеді? Неге сол бақсы туралы енді айтып тұрсың маған? Бұрында айтқаныңда бәленбай батырдан айырылып қалмайтын едік қой. Енді сұрамадыңыз ғой. Бар айтатыңыз ананы істе, мынаны істе. Жақсы. Сен айтқан бақсы расымен де мықты ма? Онда дереу адам жібер сол орманға. Бақсыға жіберсін бұйрықты. Әрине ақшасын берем, ол жағын ойымдамасын. Құп болады, хан. Ой қақпас. Немен айналысып жатыр екенбіз? Ойбай ата, сіз ба? Қорқытпасаңызшы. Иә, мен. Байқауымша сауытыңды киіп апсың ғой. Иә. Қалай көрінем? Нағыз батырмын ба? Иә, нағыз батырсың. Мен не үшін келдім өзім? Саған тапсырма бергім келіп тұр. Қандай тапсырма? Нағыз ерлік жасайсың осындай тапсырма орында. Ерлік? Не тапсырма бұл, ата айтыңызшы? Мына қағазды алды. Сосын тауға жақын қара орманға бет ал. Кейін? Кейін қайт ауылға. Ой ата, сонда әшейін мына қағазды біреуге жеткізуім керек па? Иә. Не жері ерлік бұның? Ерлік ол тек жамандарды ұрып соғу жеңу емес. Ерлік ол бір шетінен қиын сәтте барынша көмек бере алу. Сондықтан ұлым Батырбек, бар тұлпарыңа мінде. Іле аттан, аман есен барып оңынан қайт балам. Бар болғаны осы, апар, бер, қайт. Түсініп ба ұлым? Иә ата, түсіндім. Солай де. О, Тәңір-ай, аман қайтып кесінші шырағым. Келдік, осы орман болу керек. Сәл қорқыныштылау екен әрине, бірақ батырлар ештеңеден қорықпайды ғой. Е тұлпарым, қане мына қағазды әлгі бақсыға жеткізейік, солай ерлік жасаймыз. Солай ғой тұлпарым. Тұлпарым, ей. Ой, мынауды. Жарайды, өзім ақ бара берем. Батырлар ештеңеден қорықпайды ғой. Батыр ештеңеден қорықпайды. Не бұл? Шек бөлтірік екен ғой. Тоқта, егер бөлтірік жүрсе, демек...
Қаш, қорқақ. Ассалаумағалейкум. Уалейкум салам. Кімсің? Мені хан жіберіп еді. Сіздің көмегіңіз керек болып тұр. Кір. Ой, қайтадан ба? Не өз құжықтар қыздарды ұрлай береді? Бастары самай ма? Иә, олар сондай. Енді сіз көмектесесіз. Опт, барамыз енді. Қыз баланы құтқарайық. Сен менімен барасың ба? Иә, әрине барам. Батырмын ғой мен. Батыр? Кішкентай емессің бе батыр болуға балақай? Жо? Рас па? Иә. Опт, кеттік. Айтпашы, таныс болайық. Менің есімім Батырбек, ал сіздің ше? Батырбек? Атыңа сай болайын дедің бе, Батырбек? Иә. Ал сіздікі ше? Киежан. Оу, әдем ат екен. Сізді өте мықты бақсы дейді. Ол рас па? Сенің алдында өз-өзімді мақтамайтын шығармын, балағай. Оу, онда бір сиқыр жасай аласыз ба? Жоқ. Неге? Көтің тасқа еге десең ба? Мен жайдан жай сиқыр жасамаймын, балақай. Ал өзің ше? Батырлар сияқты ерлік жасап жүрсің бе? Жоқ әлі кішкентайсың деп ешкім алып кетпейді өздерімен. Соның кесірінен батырлықтың дәл қандай екенін білмеймін. Түсінікті. Мына бала басқа батырлыға қарағанда өзгеше екен. Өзіншіл емес, нақты айтар деген бәрі. Құртылып кетпесе болды бұндай бала. Жалын. Жалын семсер өнерін үйреніп жатсың ба? Не? Білмейсің ба? Жарайды. Тоқта, ол не деді? Өнер? Жалынды өнер? Ол не екен, қызық? Не болды? Не дедіңіз? Семсер өнері? Не ол, айтып бересіз ба? Қатты қызғады екенсің. Семсер өнер емес, жалынды семсер өнері. Вау! Бұл не? Отыр қара. Ежелде дюйлермен қоса басқа құбыжықтармен шайқас жүріп жатқанда адамдар көп ұтылысқа ұшырайтын. Себебі құбыжықтар үлкен, мықты, жылдам әрі өте қатты терілі болады. Ал адамдарда бұндай ерекшеліктер жоқ болғандықтан, әрине көп адамдар құбыжықтардан шайқаста қаза болды. Бірақ сол жылдарда бір белгісіз батыр өмір сүрген. Сол бір белгісіз батыр семсер қылыштар арқылы жасалатын үш өнер ойлап тапқан болатын. Жалынды жүрек, қолданушыға мүлде зақым келтірмей, денесін қарпқан жалынға айналдырады, және де ешкімді жақын ұстатпайды делінген. Екіншісі жалынды із. Игерушіге жылдамдық беріп, артын жалынға толтырады.
Және үшіншісі, әрі ең мықтысы, жалынды өткір самал. Бұл өнер жолында тұрған барлық диюды екіге бөліп тастайды делінген. Осы үш өнердің арқасында құбыжықтарды оңай жеңуге болатын. Бірақ өнерлерді игеру оңай болмайды. Бірақ игере алғандар кейін жалынды өнерге қарап өз семсер өнерлерін ойлап таба бастаған. Бірақ кейін семсерлі өнер түрлері көбісі ұмыта бастады. Себебі көбісі игере алмаған болады. Вау, бұл өнерді мен қалай да болса үйренемін. Бұл оңайға түспейді балақай. Игеру үшін дайындық. Бикеш, сіз кім боласыз? Мүмкін оның қарны аш шығар. Білмедім. Маған қызығы орманда түнде мына қыз не ұмытып кетті екен? Бірдеңе десеңші, бұл тим оған қызықсыз екен. Қорқынышты екен. Кетіп қалды. Біртүрлі екен, ә? Жан басым сезіп тұр. Бұл жерде бір гәп бар. Тұр. Неге? Тұр. Анаға талдың үстіне шық дейсіз. Сіз бикештерден қорқасыз ба? Шықшы айтезі мыңқылдамай. Кел жанаға. Қалай тез мініп алдыңыз? Тәжірибе ғой балақай. Кейін үйретермін өзіңе. Ал енді ағаштың үстіне не үшін шықтық? Иә, сан айтуды ұмытып кетіппін ғой. Банығы бикеш бар ғой, иә? Ол жезтырнақ. Рас па не? Және де ол кез келген уақытта қайтып келуі мүмкін. Сондықтан мұқият бол. Бұл расымен де жезтырнақ қой. Бұл өзімді көрсететін сәт. Ей, жалынды өткірсам. Ей, не істедің? Ой, мынау. Бәрі дұрыс па балақай? Қылшы кетіп ауырып жатыр. Мен айттым ғой енді, егер оңайға соқпайды деп. Шымыр денелі болуға қажет ол үшін. Қане тұр, тағы жезтырнақтар келмей тұрып кетейік.